саяхатқа не үшін шығады? Балалар, адамдар саяхатқа не үшін шығады деп ойлайсыңдар? Ойланып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар, демалу үшін шығады. Бүгінгі сабағымызда сендер туризм деген не екен білетін боласыңдар. Туризмнің мақсатына қарай карта жасай аласың. Бүгінгі тірек сөздерді жазып алайық. Туризм, саяхат, экскурсия. Балалар, сендер турист болып көрдіңдер ме? Жарайсыңдар. Егер туристік сапарға шыққан болсаң, қай жерге барғаныңды сыныптастарыңа айтып бер. Ендеше өздерің ата-аналарыңа, сыныптастарыңа айтып беріңдер. Туризм сөзі француздың тур, саяхат деген сөзінен шыққан. Мысалы, мен саяхаттауға демалыста шығамын. Бұл жылы жаз айында ата-әжемнің ауылына бардым. Ол жерде мен 4 түліктің барлығын көрдім. Мысалы, сиыр, жылқы, бұзау, ешкі, қой, түйе. Ауылым маған қатты ұнайды. Ауылға саяхаттап баратын балаларға арналған. Туризм адамдардың басқа елдерге немесе өз жеріндегі белгілі бір орындарға саяхаттап баруы. Туризмнің негізгі мақсаты денсаулықты жақсарту, демалу, спортпен айналысу, жаңа әрі қызықты жерлерді танып білу. Біздің Қазақстанда да керемет әдемі жерлер бар, иә? Туризм салауатты өмір салтын сақтауға көмектеседі. Адамдар табиғаты әдемі жерлерге саяхаттайды. Туризм тынығудың ең жақсы демалыс түрі болып табылады. Біз демалысымызды туған өлкемізге саяхаттан бастайық. Саяхатқа қандай көлікпен шығуға болады, балалар? Кемемен, жеңіл машинамен, тікұшақпен саяхаттап шығуға болады. Пойызбен, сосын қайда баруға болады? Қазақстанның барлық қалаларына және шет елдерге баруға болады. Саяхатқа не қажет? Балалар, саяхаттауға өзіңе қажетті құжаттар және киімдер және ақша қажет болады. Ақшаға сен барлығын сатып ала аласың, тамақ қажет болғаннан кейін. Саяхатта қандай ережелерді міндетті түрде сақтау керек, балалар? Барлық ережелерді нақты сақтау керек. Құжаттарға, денсаулық кітапшасына, арақашықтық сақтауға, сол туристік елдің немесе жердің заңды ережелерін міндетті түрде сақтау керек. Сен туристік саяхатқа шықпақшы болдың. Өзіңмен бірге алатын заттардың тізімін жаса. Нені міндетті түрде алу керек? Аса қажет болмайтындарды ойлан. Комментарийге жаз. Туризмнің сауықтыру, танымдық спорттық түрлерін бейнелейтін суреттерден коллаж құрастыр. Менің коллажымды қараңдар. Ұнады ма, балалар? Жарайсыңдар. Ендеше өздерің осындай сурет жасап, ата-аналарыңа көрсетіңдер, сау болыңдар. Және де балалар өздерің күнделік арнап саяхаттаған жерлерің туралы жазып жүріңдер. Ертең өскенде оқып, қызығатын боласыңдар. Сау болыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер, тағы да жаңадан сабақ